Сурин провинциясында тұратын 62 жастағы Дуанг Джей Самаксамамның қолдары бала кезінен бастап өсуін тоқтатпаған. Оның үстіне қолға жиналған қалың қабат майдың салдарынан әйел 20 жыл бойы үйінен шықпайды. Ел алдына шығудан ұялып келген әйелдің әр қолы 20 келі салмаққа ие. Нәтижесінде ыдыс-аяқ жуудан бастап тамақ ішуге дейінгі кішігірім тіршіліктерді жүргізуі Дуанг Джейге айтарлықтай қиынға соғуда. Әйел қолынан ұялғаны сонша, қатарластарымен араласпақ түгілі мектепке бармай қойған. Салдарынан әріп танымайтын Дуанг Джей талай дәрігердің табалдырығын тоздырады. Ақ халаттылар оның қолындағы майдың 700 граммын алып тастағаннан кейін әйелдің қолы екі есе ісініп, қатты ауыратын болған. Дәрігерлер әйелге қолын мүлде кесіп тастауды ұсынғанымен, Дуанг Джей бұл ерекшелігіне бейімделіп үлгерді. Әйел қарт анасының кәсібін дөңгелетіп, оларға қамқор болуда. Роликтің демеушісі 1xbet. Үлкен коэффициенттермен жылдам төлемдер. Сілтемелерді төмендегі жазбалардан табасыздар. Кіріңіздер, тіркеліңіздер және керемет бонустарға ие болыңыздар. Сондай-ақ 1xbet-тегі біздің достарымыз менің жазылушыларым үшін жаңа 100% промокодтар ұсынады. Мир промокодын тіркеде қаржыңды шығарып ал. Қираған шахтаның астынан 17 жылдан кейін тірі шыққан адам әлемді таңырқатты. Осыдан 17 жыл бұрын Қытайдың батысында қуаты 7,8 балдық жер сілкінісі болады. Салдарынан 118 жұмысшы қызмет ететін шахта опырылып, содан бері шахтаның қираған бөлігі жабық күйінде қалған. Алайда кеншілер тобы қараусыз қалған шахтадан кездейсоқ ер адамды тауып алғаннан соң, шахтадағы жұмыс қайта жанданды. Қытайлық кенші болса, сол қирап қалған шахтада 17 жыл бойы өмір сүрген. Кеншілер үйіндінің арасынан 59 жастағы Чунг Вайды тауып алғанда, оның жағдайы өте ауыр болатын. Ол бірден жақын маңдағы ауруханаға жеткізіліп, қазір оның жағдайы дәрігерлердің бақылауында. Белгілі болғандай, жер сілкінісі кезінде шахта туннеліне сүйеу болып тұрған ағаш тіреулер опырылып қалады. Салдарынан үйіндінің астында 117 адам қалып қойып мерт болады. Қайғылы оқиғадан тек қана Чунг аман қалды. Оның тірі қалған себебі ол вентиляциялық саңылау арқылы демалып жатқан. Абырой болғанда шахтада азық-түліктің мол қоры да болған. Соған қарамастан Чунг Вай тышқандармен және мүкпен қоректенген. Чунгтың тірі қалуы және оның осыншама уақыт бойы өмір сүруі адам айтса сенгісіз жайт. Айта кетейік, мұндай жағдай адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған. Яғни үйінде астында 17 жыл бойы өмір сүріп, жарық дүниені қайта көру әлі тарихта тіркелмеген. Шотландиялық ер адам 1,5 жыл бойы тамақ ішпеген. Ангус Барбиери есімді жігіттің басынан өткен қилы оқиға. Арықтау үшін ер адам қатты тағамнан толық бас тартып, сумен ғана күн көрген. Әлбетте, ол сәт сайын дәрігерге барып қаралып отырған. Уақыт өте ол аштыққа төзімді екенін түсінген. Осы күйі ер адам 1,5 жылға жуық қатты тағам ішпеген. Тек су ішіп, кофе мен шырын ішіп қана күн көрген. Диета соңында оның жеген алғашқы тағамы суға піскен жұмыртқа мен бір тілім нан болған. Алдағы 5 жылда ер адам 7 келі ғана қосқан екен.